Мен дайректіме жазатын көп оқырмандарым көбісінің бір сұрағы, қандай кітап оқисыз деген сұрақты мен кейде жауап берейін ойлаймын да. Сосын оның алдындағы сұрағын оқишы десем, тура бір жыл бұрын тағы сол сұрақты қойған да, қандай кітап оқисыз деп. Оның алдында сұрағын оқысам, 3 жыл бұрын тағы қандай кітап оқисыз? Айтайын дегенім, ана кітап, ана адам ешқашан кітап оқымайды, және ол кітап оқымаған оған комфортны да. Просто бір танымалдау немесе жетістікке жеткен адамдар өмірін көрген кезде бір жылт етіп көрініп қаламыз ғой әр жерден. Рилстан, тиктоктан, бір телевизордан адамды ұят қысады да. Болып қалады бір ұялып қаласың ғой бір. Сол кезде бір қышыған жерін қасқан секілді бір сұрай салудың реті да. Осы сіздер қандай кино көресіздер? Осы сен қандай кітап оқисың деген. Сонда 3 жыл бір сұрақ қойып жатыр да. Мысалы, мен де жауап бермегенмін, ол да сұрай береді. Демек, ол адамға бәрі комфортты деген сөз. Мысалы, Америкада, Европада көшеде бомждар жатады. Біз ойлаймыз ғой, бомж деген ол міндетті түрде әйелінен ажырасып, алимент төлемей, шарамик болып, ақыл есінен ажырасқан жоқ. Көп бомждар, мысалы, саналы түрде сол өмір сүру салтын таңдағандар да. Әп-әдемі үйі болса да, мысалы деп айтамын. Кәдімгідей аппақ төсегін қойып, смартфонын зарядтап деген секілді, бірақ бомж. Толерантты елдерде, өркениетті елдерде адамның тіпті ол құқығын өзін сыйлайды да. Яғни мен де сөйтіп айтамын да, зорламау керек. Қандай күйде жатасыз ба, тұрасыз ба, бомж боласыз ба, білмеймін. Сіздің таңдауыңыз. Мына өмір сіздікі. Ал егер алға ұмтыламын десеңіздер, миллион образ бар да, образ деген бір болады бір дрим бір. Мынандай бір болсам екен, болмаса бір осындай бір өмір сүрсем екен. Пожалуйста, ондай миллион образ бар.